Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдердің алғашқы түрі zero conditional мен танысатын боламыз. Zero conditional негізінен алғанда осы шақта жалпылай іске асатын іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. Егер осы шақта қандай да бір іс-әрекет орын алатын болса, оның осы шақтағы салдары қандай болуы мүмкін деген сұраққа жауап береді. Оның жасалу жолы келесідей: if көмекші сөзінен кейін present simple шағындағы кез келген етістік қойылады. Сөйлемнің екінші бөлігінде де present simple шағындағы етістік жазылады. Мысалға, if nobody pays attention to me, I get upset. Егер маған ешкім назар салмаса, онда менің көңіл күйім болмайды. Екінші мысал, if you are not with me, I'm nothing. Егер сен менімен бірге болмасаң, мен онда ешкім емеспін. Және үшінші сөйлем, whatever you tell him, he always take it easy. Сен оған не айтсаң да, ол оны үнемі жеңіл қабылдайды деген сөйлемдер. Қарап тұрсаңыздар, іс-әрекеттің барлығы осы шақта орын алуда. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да өзекті тақырыптар жайлы әңгімелесетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше